Қайырлы күн, құрметті Тасқала ауданының тұрғындары және де әлеуметтік желідегі біздің тұрақты оқырмандар. Бүгін біз сіздерге Тасқала ауданындағы 2024 жылға ең ауқымды, ең көлемді құрылыстардың бірі Тасқала ауданының спорт кешенінің жұмысымен, жалпы ішкі өмірімен сіздермен танысатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Жалпы құрметті достар, бүгінгі мына біздің бастап жатырған жобамыздың басты мақсаты ауданымыздағы бұқаралық спортты дамыту және де ауданымыздағы спорттың дамуына жасалып отырған бірнеше шараларды сіздердің назарларыңызға ұсыну болып есептеледі. Сондықтан да біздің әлеуметтік желідегі каналдарымызға YouTube, TikTok, Instagram каналдарымызға тіркеліп, біздерге қолдау білдіріп отырыңыздар. Ал біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Кеттік. Құрметті көрермендер, мінекей көрсеңіздер, біздер Тасқала аудандық спорт кешенінің ішіндеміз. Жалпы қандай әдемі заманауи талапқа сай салынған керемет кешен екенін көріп жатсыздар. Енді былай жасайық, ішкі аурасымен танысайық. Ол үшін бірінші басшылыққа қарай беттейік. Неге директор кабинеті қазір. Кірейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Құрметті көрермендер, таныс болыңыздар. Тасқала аудандық спорт клубының директоры Дүйсенбек Махамбет Сатқалиұлы. Көргеніме қуаныштымын. Қош келіп жатсыз. Махамбет Сатқалиұлы, енді сұрақтарға кезек берейік. Жалпы Тасқала аудандық спорт кешенінің құрылысы қай жылы басталды және де халыққа қай жылға игілігіне, яғни қолдануға берді, сол туралы айтып кетсеңіз, және де қосымша мәлімет ретінде осы Тасқала аудандық спорт кешенінің ішінде қанша зал бар, қанша жаттығу залы бар, сол туралы бір қысқаша мәлімет берсеңіз. Тасқала аудандық спорт кешені 2020 жылда бастап салынды. Құрылысы аяқталды 2024 жылдың қараша айында. Біздің спорт кешені 320 орындық сейілімдігі, соның ішінде бокс залы, жекпе-жек залы, ойын залы үлкен, еркін күрес, гимнастика, теннис залы, қазақ күресі және де үлкен ойын залы бар. Түсінуімше, Махамбет Сатқалиұлы, осы Тасқала аудандық спорт кешенінің ішінде 8 жаттығу залы бар, Иә. Ендеше былай жасайық, халыққа барлығына түсінікті болсын, қызықты болсын, осы залдармен барлығымен бір-бірлеп аралап қайтайық. Жалпы Махамбет Сатқалиұлы, жаңа өзіңіздің сұхбатыңыздың басыңызда айтып кеткен болатынсыз. Тасқала аудандық спорт кешенінде 8 бірдей зал жұмыс жасайды. Таңертеңнен кешке дейін осында бұқаралық спортпен түрлі жаттығулар ұйымдастырылады. Енді мына көріп тұрғандарыңыздай қазір үлкен залға беттеп келе жатырмыз. Бұл жерде қандай қазір жаттығу өтіп жатыр? Қазір таңда мұнда балалар жасөспірім спорт мектебі жаттығу өткізеді. 18-ден төмен балдар жаттығу өтеді. Енді мына жерде бізде кешкі 6-дан кейін бізде мұнда 18-ден жоғары кісілер айналысады, спортпен айналысады. Тамаша. Енді бүгін қандай кешке? Кешке бізде футбол спорт түрінен. Футбол спорт түрі аптасына қанша күн? 3 күн өткізіледі. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері өтеді. Тамаша. Сонда түсінгенім, аптаның 6 күні бойы неше түрлі жаттығулар ұйымдастырылады. Былайша айтқанда, зал ешқашан босамайды, бұқаралық спортпен жүйелі түрде айналысып жатыр. Солай болады. Тамаша. Ендеше қазір волейбол үйірмесінің бір қызық сәттерін бірге қарайық. Жалпы Сатқалиұлы, жаңа сізбен бірге волейболдың қыздар үйірмесін көріп қайттық. Керемет қыздар жаттығып жатыр. Енді осындай спорт кешенін салғаннан кейін ауданымызда алдағы уақытта үлкен жетістіктерге жететін сияқтымыз, Қазір таңда көріп отырсыз, қандай спорт кешені салынды. Ол деген өсіп жатқан болашағымызға үлкен мүмкіндік. Енді алдағы уақытта чемпион алатын болармыз деп үміттемін. Жақсы. Енді кеше ғана Қазақстан барысына республикалық кезеңіне үлкен іріктеу жарысы өтті. Сол кезде өзіміздің жерлесіміз Жанболатұлы Ернар 2-ші орынды иеленіп, бүкіл тасқалақтар соған қуанып жатырмыз. Енді көріп тұрғандарымыздай, қазір енді жас палуандар, жас біздің чемпиондар, біздің мақтаныштарымыз болашақ қазір жаттығу жасап жатыр екен. Соларды да бір қарап кетейік. Қарап кетейік енді. Өзіміз де ойлағандықтан қазір мынаның арасында, мына өсіп жатқан балалар арасында Ернар сияқты палуандар деп өсеп деп ойлаймын. Тамаша. Олай болса, бір қарап шығайық.
құрметті көрермендер, мінекей көріп тұрсаңыздар, Тасқала аудандық спорт кешенінің ішінде ең бір қызықты, ең бір жастардың да үлкендердің де қызығатын ең үлкен спорт түрі, Қазақстандағы номер бірінші спорт түрі, ол әрине бокс. Дәл осындай бокс залы Тасқала ауданында бірінші рет салынып жатыр. Сондықтан да осы бокстың жұмысымен бір қысқаша таныстырып кетейік, иә? Жүріңіздер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тамаша, керемет жаттығу ұйымдастырып жатсыз. Енді сізге бір кішкенше сұрақ болсын. Жаңа енді бокс үйірмесі қай уақыттан бастап ашылды, қандай жетістіктеріңіз бар, бір қысқаша көрермендерге түсіндіріп кетсеңіз. Ал енді мынау бокс Тасқала ауданында осы 25 жылдың қаңтар айында бірінші айында жалпы басталды, ашылып. Бұрын бұл ауданда бокс болмаған. Сол қысқа уақыттың ішінде жаңағыдай қазіргі таңға шейін 4 жарыс өткіздік, 4 жарысқа қатысып келдік. Біріншісі Ақсайда өткен ашық облыстық жарыс, екінші жарыс ол ашық аудандық Жаңғалада өткен жарыс, үшіншісі қалада өткен ауыл спорты, төртінші ашық республиканский 4 деңгейде өткен жарыс. Бірінші жарысымызда жаңағыдай бір бала чемпион болды. Жаңғаладан бір бала финалға шықса, екі балам үшінші орын призер болды. Одан кейін мына ауыл спортына келген екі баламның біреуі чемпион атанды. Жаңа кеше республиканский турнирде ашық республикалық турнир ойында. Ода бір балам жүлдеге ие болды, үшінші орын алды. Бұл қысқа уақыттың ішінде ары қарай тағы да жұмыстанамыз. Бұл да нәтиже аз деп есептеймін. Алда қойған мақсаттарымыз енді үлкен, енді шетелге шығу, Қазақстан жалауын желбірету. Қазақстанымызда бокс енді номер бірінші спорт. Сондықтан да Тасқаламызға мықты боксшылар шыға берсін дегім келеді. Бұл енді барлығы да сіздің еңбегіңіз арқасында, оқушыларымыздың арқасында. Енді былай жасайық, қазір біздің көрермендер осы сіздің жетістігіңізді айтқаннан кейін бір ата-аналар кішкене спортқа деген, боксқа деген соның ішінде қызығушылығын танытуы мүмкін. Сондықтан да соларға бір мағлұмат болсын, мәлімет болсын, қай күндері сіз жаттығу жасайсыз? Жаңадан бастап жатқан боксшыларымыз біздерді бірінші оқу күні, үшінші оқу күні, бесінші оқу күні айналысады. Аптасына 3 мезгіл. Ал енді адаптация жақсы бәрінен өткеннен кейін ол 5 күнге ауыстырамыз. Мына жарысқа қатысып жүрген балдардың 5 күн айналысады. Жалпы жаңадан келіп жатқан ата-аналар болып жатса, жұмасына 3 күн. Тамаша, керемет. Көп рахмет сұхбатыңызға. Рахмет. Жұмысыңыз тек алға баса берсін, жас чемпиондар шыға берсін деген біледі. Рахмет. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой. Аз уақыттың ішінде бокс үйірмесі біздің Тасқала өңірінде керемет жұмыс атқарып жатыр. Сондықтан да барша ата-аналардың назарына, құлақтарына алтын сырға бокс үйірмесіне міндетті түрде оқушыларды, яғни балаларыңызды қатыстырыңыздар. Мінекей, Махамбет Сатқалиұлы, міне өзіңізбен керемет сұхбат алдық. Жаңағыдай жаттығулардың барлығын бірге бөлістік, көрдік. Енді сізге тілеріміз тек ұжымыңызға сәттілік, Тасқаланың дене шынықтыру және спорты алға қарата баса берсін, жұмысыңыздың жемісін көре беріңіздер. Енді бүгін біз сізбен тек қана түскі сеанстың, яғни түскі жұмысын көрген болатынбыз. Енді алдағы уақытта кешке де болады жаттығуларыңызға, барша жаттықтырушыларға, спортшыларға тек сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен Тасқала аудандық спорт кешенінің бір күндік қана өмірімен таныс болдық. Алдағы уақытта талай әрбір жаттықтырушының, әрбір спорт түрінің өмірімен жеке-жеке танысатын боламыз. Сондықтан да біздің каналдарымызға, YouTube каналымызға, Instagram, TikTok, Facebook парақшаларымызға тіркеліңіздер. Біздерден қызықты контенттерді күтіңіздер, біздерге қолдау беріңіздер. Біз сіздердің қолдауларыңызбен әрмен қарата шабыттана беретін боламыз. Қозғалыс медиа, біз сіздермен біргеміз.